Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және оқырмандар. Кезекті видео жасап отырмын. Бұл соңғы емтиханға байланысты. Қазіргі таңда пәндерге емтихан қосу мүмкіндігі енгізілді. Оны қалай енгіземіз? Есептер бөлімін ашқаннан кейін пәндерді есептерден көрсету бөлімінде тек мына ғана жүйе пәндерді есепте көрсету бөлімі ғана ашық болатын бізде. Қазіргі таңда емтихан тәбілдерді көрсету және емтихан өткізу бөлімі қосылған. Так, бізде емтихан қай сыныптарда болады? 2022-23 оқу жылын таңдайсыздар. Сіздерде қазақ болса қазақ, орыс, тәжік қалауыңыз. Яғни қандай сынып, соны көрсетесіздер. Қай тілде оқитын. Енді 9 сыныптар мен 11 сыныптарда бізде емтихан бар. Емтихан қай пәндерде бар, оны жалпы стандартқа қарап көресіздер. Қазір алгебра өтті, қазақ тілі өтті, қазақ тілі белгіленген. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, X батырмалары тұрады. Осы егер сол қай пәндерін тапсыратын болса, сынып сол пәнді толық көрсетесіз. Мына қазақ тілді көрсеттім, орыс тілі мен әдебиетін көрсеттім және алгебраны көрсеттім. Енді төртіншісі ол таңдау пәні. Оқушылар, әр оқушы төртінші өздерінің таңдау пәндері бар. Мүмкін қазақ әдебиеті, мүмкін информатика, мүмкін дүниежүзі тарихы. Оны алдағы уақытта қосып көрсететін боламын. Дәл осылай емтихан өткізу бөлімінен сыныптардың параметрін мына жерден таңдап галочка ұрып шығасыздар. Яғни қай сыныпта қандай пән емтихан тапсырады. Мен қазір үш негізгі пәнді көрсетіп қойдым, әлі таңдау пәнін көрсеткен жоқпын. Егер таңдау пәнін көрсететін болсам, мына жерде мен біртіндеп көрсетіп шыға бересіздер. Келесі 11 сыныптарда туралы осылайша қаража 11 сынып жаратылыстану бағыт, 11 сынып гуманитарлық бағыт. Енді осының ішінде мысалы информатика таңдаған 11-ші болсын. 11Б-ны көрсетемін, 11Ә-де де бар информатика таңдағандар. Оларды да көрсетемін. Енді қараңыздар, таңдағанда дегенде бұл жерде екі ғана оқушы таңдаған болуы мүмкін. Немесе бір-ақ оқушы таңдаған болуы мүмкін. Таңдау пәні енді оқушының өз еркінде. Ағылшын болса ағылшын деген сияқты. Енді жалпы мына жерден емтихандарды қай сыныпта болады, сол сыныптарға емтиханды мен көрсетіп шықтым. Енді көрсетіп шыққан екен, жалпы айырмашылықтарды байқайтын боласыздар. Мен қазір 9-шы 9Әні ашып көрсетейін. Жылдық бағасы қойылған болу керек осылардан. Қазақ тілі. Қазақ тілін тапсырды болар кеше. Енді қорытындыға өтесіздер. Кәдімгі журналға кірдім. Журналдан кейін сыныпқа кірдім. Сыныптан қорытындыға кірдім. Жаңағыдай журнал сынып. Енді қараңыздар. Мына бөлім осылайша 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші тоқсан ұсынылған баға болып тұр және жылдық бағаны өздеріңіз біртіндеп қойып шығасыздар. Мен мына жерде қойып шықтым. Бұл қойып шығып, журналды жабу батырмасын баспасаңыздар, емтихан ашылмайды. Таңдалмады деген қосылыпты. Таңдалмады дейді. Қосылыпты. Енді қараңыздар. Бұл қазақ тілінен жалпылама сынып тапсырды ғой. Дұрыс па? Жалпылама сынып тапсырды, яғни сыныпты толыққанды көрсетіп шығасыздар. Жаңағыдай толыққанды бағаланады. Дұрыс па? 4, 3, яғни емтиханнан қандай баға алды, сол бағасын қояды. Көрсетеді. Енді мен қазір 11-ші Ә сыныпты ашайын. 11-ші А сыныпта 2 ғана оқушы таңдаған, қалған оқушылардың барлығы дерлік жаңағыдай басқа пәндер таңдаған. Информатика таңдамаған. Енді бірнешеуін көрсетіп өтейін осы жерде. Информатика таңдаған дарды қалдырамыз да, информатика таңдамағандарды жалпы емтиханнан шығарамыз. Орындауға өтеміз. 4.90-ның бағасы қойылды. Енді ұсынылған бағамен мен мына жерде бағасын қойып шығамын. 4, 5 миллион. Осылай ұсынылған бағаны егер сәйкес келсе, солай қойып шығасыздар. 4 қоямыз. Бұл жылдық бағасы міндетті қойып шығасыздар. Жылдық бағаға міндетті қойылады. Қойғаннан кейін 4
айдан 4, 4, Молдова 5, Фатима 4, 8. Так, осылай жылдық баға қойылғаннан кейін барып қана мына жер ашылады. Бұл жер әлі ашылған жоқ, көрсетілмеген болып тұр. Енді жылдық бағаларды растау батырмасын болсам. Сіз оқушылардың пән бойынша жылдық бағаларын растайтын деп жатырсыз. Сіз өз әрекетіңізге сенімдісіз бе? Иә деген батырман болсам, толыққанды барлық бағалар қойылып шықты. Енді егер де мына жерде мен барлығын қойдым, растадым, шықтым ғой. Ал осы жерде бағада, жылдық бағада мен қателесіп 4-тің орнына 5, 5-тің орнына 4 қойып қойған жағдай болатын болса, онда не істеуге болады? Қайта түзетуге болады екен. Қайта түзету үшін жылдық бағаларды өзгерту батырмасын басасыздар. Так, барлығына бағаларды қойдық. Енді жылдық бағаларды өзгерту, егер жаңада айтып өттім ғой, қате кеткен жағдайда жылдық бағаларды өзгертеміз. Енді Нұргелді дейді. Нұргелді ол емтихан таңдаған. Әліпбек Мерей информатика таңдамады. Ол таңдамады деген бөлімді таңдап кетеміз мұғалімдер. Одан кейін автоматты түрде қорытынды баға шығатын болады. Яғни автоматты түрде қорытынды бағасы шығады. Одан кейін Айжан, ол да информатика таңдаған жоқ. Информатикадан автоматта өзінің ұсынылған бағасы шығады. Ақбота, ол да информатика таңдаған жоқ. Жалпы осылай таңдалмаған пәндер осылай қойып шығасыздар, таңдамады деп. Таңдаған оқушылардан емтиханнан кейінгі емтихан алған бағасын қойып шығасыздар. 3 болса 3, 2 болса 2, 5 болса 5. Жалпы осылай жүргізесіздер, автоматты түрде қорытынды баға шығады. Мына жерге толыққанды қойылып болғаннан кейін жылды аяқтау батырмасын басасыздар. Қазір мына жердегі бағалар толыққанды қойылып бітпегеннен кейін ол жыл аяқтау ашылмайды. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.